Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Сіздермен Абзал строй арнасы. Бүгін біз сіздерге осы үйдің алдында сіздерге көрсеттік қой осы үйді. Осы үйді көрсеткеннен кейін көптеген көрермендер, көптеген адамдар осы үйдің проектісін сұрады. Сол себептен сіздерге осы үйдің проектісін сызып таныстырмақшымын. Ендеше танысайық. Бізде жалпы бұл үй өзімізге салған үйіміз, ауылдағы үйіміз, жалпы көлемі 13-те 14. Жалпы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 коридормен бойынша 8 бөлмелі үй. Бірінші бастасақ. Мына жерде 2 тошка тұр, 2 нүкте тұр. Бұл екеуі тумба ғой, былайша стойка. Стойка бер жеріп, общий крышаны осылайынан конверт қып жауып жібергенбіз. Мына жердің барлығы крышаның астында қалды. Бізде кіреберіс түсіндіріп өтейін. Мынандай боялғандардың барлығы есіктер, мыналар терезелер болып есептеледі. Осылай белгілеп қойдым. Жалпы бөлменің размерлері 4 метрде 3,50, 3,50де 3,50, 5-те 70-те 4 қып осылай жазып қойдым. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Мынаның коридорның ені 2 метр. Одан кейін енді бастасақ, бірінші мына біздің кіреберіс бөлмеміз, кіреміз. Ұзындығы 3-те 70, ені 2 метр. Одан кейін мына солға қарай бұрылғаннан кейін турамызда мына кухня ас бөлмесі 4 метрде 3,50. Одан кейін мына бөлме бізде жуынатын бөлме, ванна, кейде душовой деп те айтсақ болады. Одан кейін мынау детский балалар бөлмесі 3,50де 3,50 шағын. Одан кейін мынау спальный жатын бөлме 5-те 70-те 4. Одан кейін зал 7-де 4, сосын холл бұл да 7-де 4. Мына жеріне алған кезде 7-де 4. Жалпы үй оншалықты қатты үлкен емес, шағын, бөлмесі де көп емес. Шағын жас семьяларға арналған проекті. Бізде сосын кейін мына жерде мына жіңішке стеналармен сыз қойғандар, бұлар нерабочий стеналар. Мыналар, мынау нерабочий стена, рабочий стеналар міне. Бізде үйдің сырты полный газоблокпен өрдік. Ішкі дуалдарының барлығы, ішкі қабырғалардың барлығы шлаковкамен өрілген. Сосын кейін кругляк тастағанда біз бұлайнан тастадық. Мынадан тастап отты круглякты бұлайнан. Сосын мынадан бұлай қарай тастадық. Мынадан бұлай тастадық. Сосын мынадан мынаған насквозный өткіз жеріп тастадық. Мына жерден 2 кругляк бұлайнан үлкен кругляк қойдық тағыны. Осыларға іліп отырдық. Жалпы кругляк тастау қалай тасталында десеңіздер. Жалпы ендігі мәселе терезенің көлемдерін енді өздеріңізге ыңғайлап шығара бересіздер. Менікі 1-де 30-да 1-де 40. Мыналар 1 метрден, қалғандар 1-де 30, 1-де 40. Айтпақшы, мына жерде бізде не бар, окошко бар. Салып ұмытып кетіппін. Айып етпеңіздер. Сосын кейін бізде бұл үйде енді біз ауылдық жерде тұрғаннан кейін енді айтуларыңыз мүмкін, ауылда да котельный отдельно қойып жатыр деп. Бірақ біз енді не жоқ, газ жоқ, әлі күнге шейін от жағамыз, көмір жағамыз. Сондықтан осы жерге ас бөлмесіне кішігірім пеш қойып жібереміз. Осының үстіне тамақ, шайды қоя беретін қылып. Сосын мына жерде оборот болады тағыны. Ваннаны осы жерге қойған себебіміз оборот пен мына бөлменің іші ысып тұрсын деп есептеп қалдырдық. Осы жерде пеш болады. Тамақ барлығы осы жерде істелінеді. Мына жерге осындай Г-образный кухонный гарнитур тұратын болады. Және осы жерге кішігірім жаңағы 5 адамдық столчик болады. Бұл жерде де жаңағы тамақ, шай істеп ішуге болады. Негізі основной бізде холлда отырамыз. Негізгі отыратын тамақ ішетін жер осы холл болады. Мына жер ТВ зона. Мынадан бұлай қарай үлкен диван қойылады. Проектіні сұраған жандарға арнайлап сызғамыз. Енді осындай дәптерге сыздым, қарапайым болсын деп. Жалпы алып қосарларыңыз болса, кем-кетік жерлер болса, комментарийға жазып өтіңіздер. Егер видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видеолар салатын боламын. Осы үйді мен қазір істеп жатырмын.
осы үйдің потологын бастайын деп жатырмын. Қалай потологын қағу керек, қалай қаққан дұрыс деген сияқты өз білгеніммен бөлісетін боламын. Құрметті көрермен, мен тек өз білгенімді ғана саламын. Бір мықты бір білгішпін деген сияқты әңгіме емес, дұрыс түсінбей қалмаңыздар. Тек өзімнің білгенімді әйтеуір білмегендерге, өздері үй салып жатқандарға керек кеңес болсын деп. Достар, мен осы проектіні сызып сіздерге жолдауға қанша уақыт дайындалдым, қаншама түрлі әдістермен сыздым бұны. Мына жақта мынандай әдістер бар, қате болды. Мынандай ошибкілер болды менде. Мен сызам деп та енді. Сөйтіп ең дұрыс вариантын осылай сызып шығардым. Жалпы проектті сызатын адам емеспін. Сосын кейін біз 3D вариант, 2D, 3D, 5D вариант менде телефонмен сыздым. Қазір сіздерге көрсететін боламын сіздерге. Ал міне, құрметті көрермен, сіздер үшін деп арнайлап осы проектіні сыздық. Осы программамен осы үйді жасадым. Мен қазір міне осы үйдің ішінде жүрмін. Мына 5D форматтағы проекті. Мына кәдімгі дала. Осы кезде түсіріп тұрмын. Мына терезесі. Ішін көрейік. Кіреберіс. Осы жерде қол жуатын, мына жерде шкафчик тұрады. Былай кірген кезде мына жерде жуынатын бөлмеге, мына жерде туалет, душевой, стиральный. Мына жағы кірген жағымыз мына бет. Одан кірген кезде мына жақта турада кухня, ас бөлмесі. Терезелерде почти жобалар келіп тұр енді. Ондай қаттым. Маман емеспін, бірақ жобалап сыздық. Тез көрсетіп жіберейін сіздерге. Мынау жаңа балалар бөлмесі. Осында 2 кроват тұрады деп ойладық. Одан кейін мына бөлме бізде жатын бөлме. Жалпы негізі мына программамен көп нәрсе істеуге болады екен. Мұның даже бұл программада мына жерлерде мысалға розетка, включатель, потолок, свет, неше түрлі нәрселер бар екен. Мен осылай бір жасап шықтым. Бірақ көп уақыт керек та. Мынау зал. Мынау зал. Мен осы үйдің ішінде жүрмін, бөлмемен бөлме. Осы программамен бөлменің ішінде жүрмін. Қалай достар? Қалай шықты мына программамен? Бағасын беріңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер. Бүкіл комментарийді оқимын. Барлығына жауап беруге тырысамын. Бізде әлі тағы да көптеген видео салатын боламын. Қазір осы үйдің ішін істеп жатырмын. Сол бойынша видеолар бөлісетін боламын сіздермен. Сау болыңыздар.